Хоббит сарқырамасы. Үлкен Алматы шатқалында Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында орналасқан Хоббит сарқырамасы табиғаттың ерекше сыйларының бірі. Бұл жерге келген адам өзін ертегі әлеміне енгендей сезінеді. Ну орман, мөлдір тау өзені, мүк басқан жартастар мен шағын сарқырама табиғаттың қайталанбас сұлулығын паш етеді. Бұл сарқыраманың Хоббит деп аталуы ресми тарихи атауы емес. Оның себебі табиғатының ағылшын жазушысы Джон Рональд Руэл Толкин суреттеген қиял-ғажайып әлемге ерекше ұқсастығында. Толкиннің 1937 жылы жарық көрген «Хоббит» немесе «Барып қайту» романында бейнеленген хоббиттердің мекені дәл осындай жасыл желекке, мүк жамылған тастарға, ирелеңдеген соқпақтарға және тылсым табиғатқа толы. Кейін бұл шығарма «Сақиналар әміршісі» атты әйгілі трилогиямен жалғасын тапты. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Қазір біз Хоббит су сарқырамасының қасында тұрмыз. Бұл Үлкен Алматы шатқалында орналасқан әдемі су сарқырамаларының бірі болып табылады. Хоббит сарқырамасының айналасындағы мүк басқан жартастар, алып ағаштардың тамырлары, сыңғырлаған тау суы мен тыныш атмосферасы келушілерге дәл сол ертегі әлемін көз алдына елестетеді. Сондықтан туристер мен жергілікті тұрғындар бұл жерді бейресми түрде Хоббит сарқырамасы деп атап кеткен. Егер табиғат аясында серуендеп, тау ауасымен тыныстап, ерекше көріністерді тамашалағыңыз келсе, Хоббит сарқырамасы міндетті түрде барып көруге тұрарлық көрікті орындардың бірі. Орналасқан жері Үлкен Алматы шатқалы, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағы.